100 кітап жобасына мен де кітапхананың оқырманы ретінде, жалпы кітаптың жанашыр жанкүйері ретінде үн қосқым келеді, және өзімнің оқыған кітаптарымның ішінде таңдаулы 10 кітапты ұсынғым келеді сіздерге. Ол әрине ең алдымен біріншісі, жалпы кез келген қазақтан сұрасаң солай жауап беретін шығар деп ойлаймын. Ол әрине Мұхтар Әуезовтің Абай жолы бірінші кезекте оқылуы керек шығарма. Одан кейін екінші кезекте мен енді поэзиялық дүниелерді өте қатты жақсы көремін. Мұқағали Мақатаевтың Аманат кітабы. Одан кейінгі кезекте Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларына келгім келіп отыр. Өйткені жалпы менің әдебиетке, кітапқа деген қызығушылығымды сол кісінің шығармалары оятты. Әсіресе ол кісінің соғыс кезеңінде жайында жазылған "Өлгендер қайтып келмейді" кітабын ұсынғым келеді оқуларыңызға. Сонымен қатар қазақ әдебиетінің классиктері Дулат Исабековтың Қарғын романы, Қабдеш Жұмаділовтің Таңғажайып дүние романын оқуға кеңес беремін. Сонымен қатар Мұхтар Мағауиннің атақты Жармақ романы, бұл енді өте сондай философиялық, психологиялық бағытта жазылған шығарма. Сонымен қатар өзіміздің жергілікті ақын жазушылар Сәкен Сейфуллиннің өлеңдер жинағын ұсынуға кеңес беремін. Ол кісінің өлеңдері деген бір өз алдына бөлек әлем қазақ әдебиетінде. Және де Сайлаухан Нәкеновтің Жұмақтың жолы кітабын ұсынуға кеңес беремін. Және де Ахан Нұрмановтың Құланның ажалы кітабын оқуға кеңес беремін. Бұл кітаптың мен үшін сондай ыстық болатындығы, бұл кітаптағы шығарма менің туған жерім Қараторғай өзенінің жағасы, сондағы оқиғалар арқау болған Кейкі Мергеннің өмірі жайында. Және публицистикалық бағытта белгілі жазушы, журналист Бауыржан Омарұлының 11-ші Қаламүш кітабын жастарға оқуға кеңес беремін. Өте қызықты. Ұлттық кітапхана ұсынған таңдаулы 100 кітап акциясына барлықтарыңызды қатысуға шақырамын. Сіздер де өздеріңіздің сүйікті авторларыңызды, сүйікті шығармаларыңызды осы әдеби бәйгеге қосыңыздар, кітап оқыңыздар, кітапханаға келіңіздер. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана.